Бір қара басында 20-дан аса несие. Нағыз қазақ әлеуметтік желі қолданушыларын таң қалдырды. Жігіт шынымен жанкешті екен. Десе де көбіміздің басында кемінде бір ақшалай қарыз бар шығар. Несиеге белшеден батпас үшін қаржылық сауаттылықты ретке қою керек. Америкалық сарапшы Дэйв Рэмзи оның 7 қарапайым жолын атап өтті. Бірінші, күтпеген шығындарға $1000 сақтап дайындап қою керек. Сынып қалған тұрмыстық техниканы, көлікті жөндеу, жоспарланбаған медициналық шығындар үшін. Екінші, барлық қарыздарды жабу керек. Маман ең кішкентайынан бастауға кеңес береді. Үшінші, ауыр күндерге қор дайындау. Ол 3-6 айлық жалақыңыздан тұрады. Төртінші, табыстың 15%-ын зейнетке жинау. Бесінші, балаңыздың болашақ оқуына қаражат, ипотека. Ұзақ уақыт алатын төлем болған соң, Рэмзи одан бұрын қысқа мерзімді қарыздардан құтылып, қорларыңызды ретке келтірген